Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қонақ келгенде тез пісіре салатын осындай шелпек пен бауырсақтың рецептісін бөлісетін боламын. Бұның бір артықшылығы, құрамына ешқандай ашытқы қосылмай жасалады және арасы осындай пышный әдемі болып шығады. Құрамына қосатын заттардың мөлшерін астына описание бөліміне қалдырамын. Видеоның соңына дейін қараңыз. 500 грамм айранға 1 шай қасық сода салып, жақсылап араластырамыз. Өзара реакцияға түсіп, біршама көпіршиді, 5 минутқа қоя тұрамыз. Одан кейін ұнымызды алып, үстін кішкене ашып, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық қант, 1 жұмыртқа салып, жақсылап араластырып, үстінен жаңағы айранымызды құямыз. Алдымен қасықпен жайлап араластырып, одан кейін қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Осы қамырдың үстінен 4 ас қасық сұйық май құйып, тағы да араластырамыз. Ұнды көрсетілген мөлшерден көп қоспаңыз, өйткені қамырымыз қатты болып қалса, пісірген бауырсағыңыз да қатты болып қалады. Жұмсақ әдемі қамыр шығу керек. Бетін жауып, қамыр тыну үшін 10 минутқа қоя тұрамыз. 10 минуттан кейін алып, қамырмен жұмыс жасаймыз. Мен 2 бөлікке бөліп, бір бөлігінен шелпек жасаймын, бір бөлігімен бауырсақ пісіремін. 2 бөлікті домалақтап, бір бөлікті шетке алып қоямыз. Үстелдің үстіне ұн сеуіп, осы бөлігімізді жұқалап жайып шығамыз. Содан кейін домалақ етіп, бауырсақтардың формасын жасаймыз. Мен бауырсақтың формасын жасағанға баклажканың жоғарғы жағын бірдей етіп бөліп алып, осымен кесіп шығамын. Өте ыңғайлы, сіздер де жасап көріңіздер. Тым жұқа әрі қалың қылмай, орташа қалыңлықта жаямыз. Содан кейін бұл бауырсақтарымызды бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Кішкене көтеріледі. Ал қалған қамырымызды осылай дуалап, оны шелпек жасаймыз. Жаңағы алып қалған екінші бөлік қамырды осылай сопақша етіп жайып, 6 бөлікке бөлдім. Содан кейін жаңағы бауырсақтан артылған қамырды қосып, сонымен 7 бөлік етіп 7 шелпек жасаймыз. Осылай дөңгелектеп алған соң, барлығын бір шетке қойып, бетін жауып, біртіндеп жайып шығамыз. Шелпегіміздің қамырын біртіндеп алып, осылай ұн себілеп, кішкене жұқалап етіп жаямыз. Одан кейін осы жайып алған бауырсақтарымыздың шелпектерімізді бірден майға салып пісірудің қажет жоқ. Кішкене 10-15 минут бетін жауып қойған дұрыс. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз жұмсақ болып пісетін болады. Одан кейін майымызды қыздырып, әбден қызған кезде ғана бірінші шелпектерімізді пісіріп аламыз. Егер майды қызбай салсаңыз, онда сіздің шелпектеріңіз қатты болып қалады, яғни тап болып қалады. Сондықтан алдымен бірінші майды қатты қыздырып алған дұрыс. Шелпектерді салған кезде ортасын басып тұру керек, өйткені ортасы піспей, шеттері ғана пісуі мүмкін. Сондықтан ортасынан басып тұрамыз. Екі бетін бірдей етіп қызартып, пісіріп аламыз. Одан кейін майға бауырсақтарымызды салып, жақсылап 2 бетін қызартып, пісіріп аламыз. Егерде қандай да бір сұрақтарыңыз туындаса, астына комментарий бөліміне жазып кетіңіз. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойыңыз. Алда шығатын жаңа рецепттерді бірінші болып көріп отырасыз. Мінекей біздің бауырсақтарымыз дайын болып қалды. Екі жағын жақсылап қызартып, пісіріп алдық. Өте оңай, 15 минутта ғана қонағыңыз келгенде тез пісіріп, шаймен ұсына бересіз. Құрметті оқырмандар, қазақша каналының дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп алыңыз.
Видеом ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, пікір қалдырып отырыңыз. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттер шығады. Сіздермен бірге болған Мөлдір.